Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет банк жабудың рецептімен бөлісемін. Сырты қытырлақ болып, өте дәмді болып шығатын, қыста атылмайтын керемет банкі. Сіздер де осы тәсілмен жасасаңыздар, атылмайды банкілеріңіз. Тура менің тәсіліменен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қиярларымызды жақсылап 3-4 қайтара жақсылап жуып аламыз. Жуып болған қиярымызды 5 сағатқа тұз суға салып қоямыз. Осы аралықта банкімізді жуып булап аламыз. Булап алған банкілердің ішіне хрен дейді ғой, сондай жапырақ міндетті түрде салыңыздар. Сол кезде сіздердің банкілеріңіз қытырлақ болып шығады. Сол үшін міндетті түрде салуды ұмытпаңыздар. Тәтті бұрышымызды, келімдарымызды және чесногымызды салып осылай тізетін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай банкімізге осылай салатын боламыз. Осылай қиярымызды үзіп тізіп салып шықтым. Енді сіздердің өз қалауларыңыз қалай жасасаңыздар да, менің қиярым көп кетсін деп осылай барлық қиярларымды осылай тізіп салып шықтым. Қиярларды осындай майдасын, жақсысын таңдаңыздар. Банкының атылмауы бұл қиярға да байланысты. Қиярдың свежиін және де 3-4 күн тұрып қалғанын таңдамаңыздар. Өстіп барлығын салып болған екен укропымызды саламыз. Банканы булаған кезім видеоға түспей қалыпты. Банканы булап аламыз және де алдын ала крышкамызды 5 минут қайнатып аламыз. Осылай өздеріңіз көріп тұрғандай қиярларымызды нығыздап салып болған екен қайнап тұрған, сақырлап қайнап тұрған суымызды өстіп құямыз. Міндетті түрде су қайнап тұру керек. Өстіп құйып жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін осылай суымызды төгіп тастаймыз. Бұл суды пайдаланбаймыз. Кейбіреулер бұл суды қайттан қайнатып құйып жатады. Ол суды қайнатып құюдың қажеті жоқ. Бұл суды қайттан қайнатсаңыздар, ол атылып кетуі мүмкін. Енді төгіп болған банкілеріміздің үстіне 2 литрлікке 2 қасық ас қасықпен тұз саламыз. 1 литрлік болса банкіңіз 1 қасық саласыз. 3 литрлік болса 3 қасық саламыз. Оның үстіне қара бұрышымызды, лавр жапырағын және де аспирин саламыз. Аспирин 2 литрлік банкіге 2 аспирин, 3 литрлік банкіге 3 аспирин саламын. Және де уксус қоссаңыздар да болады. Мен уксус қоспадым. Енді осыған қайнап тұрған, сақырлап қайнап тұрған суымызды осылай құятын боламыз. Міндетті түрде қайнаған су болу керек. Лүкілдетіп суды барынша толтырып құйыңыздар. Сонда ішінде ауа қалмайды. Осылай жауып болған крышкалерімізді осылай бұрайтын боламыз. Менде осындай закрывашка, осылай барлығын бұрап шықтым. Барлық банкілерімді бұрап болған банкілерімізді осылай жатқызып тексереміз. Ары-бері қозғап тексеріңіздер. Осылай барлық банкілерімізді осылай жауып алдым. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.